Әмір Хамзаұлы Ғабдолғазиз, ақын, ұстаз, халық ағарту ісінің озық қызметкері, Ұлы Отан соғысының ардагері. 1913 жылы 1 қаңтарда бұрынғы Торғай уезі, Қараторғай болысы, Батпақ-Қара ауылында, қазіргі Амангелді ауданында дүниеге келген. 1920 жылы алғаш рет өз әкесі Әмір Хамза молдадан сауатын ашқан. 1921 жылдан 1928 жылдары Қараторғай болыстық мектебінде оқиды. 1928 жылдан 1930 жылдары осы мектепте мұғалім болған. 1930 жылдан 1934 жылдары Қостанай педагогикалық техникумында оқып тәмамдаған. Еңбек жолын 1934 жылы сауатсыздықты жою мектебінде жалғастырған. 1936 жылы жас буын 7 жылдық мектебінің құрылысын салуға атсалысып, соңында сол мектептің басшылық қызметтерін атқарған. Ғабдолғазиз Әмір Хамзаұлы ұлағатты ұстаз болумен қатар айтулы ақын еді. Кейінгі ұрпаққа баға жетпес байлық өлең поэмалармен атақты Құран Қари Файзулла Сатыбалдыұлының және Таз Байжан секілді ақындардың мұраларын араб тілінде жазылған шығармаларын қазақ тілінде оқырмандарына жеткізген. Адамзат тарихы атты ғылыми еңбегі мен Құттық шежіресі сияқты көлемді туындыларын қалдырған қаламгер. Сол секілді елді ислам діні рухында имандылыққа тәрбиелеу ісіне елеулі үлес қосты. 1942 жылы майданға аттанып, 1945 жылы жеңісті Берлин қаласында қарсы алған. Ол отан үшін ұрыстарда қаһармандық пен батырлықтың шексіз үлгілерін көрсеткен үшін Қызыл жұлдыз, Отан соғысы ордендерімен және батырлығы үшін, Берлинді алған үшін, Варшаваны азат еткені үшін 1941 жылдан 1945 жылғы Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін медальдармен марапатталған.